Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін нағыз диетический сорпа дайындайтын боламыз. Ендеше кеттік. Алдымен суық суды газға қойып, үстіне 2-3 майлы ет саламыз. Көбігі шыққаннан кейін міндетті түрде сүзіп аламыз. Бетін жауып, көкөністерімізді турауға кірісеміз. Ең бірінші сәбізді салуымыз керек, өйткені ол қатты жұмсару үшін осылай турап, ең бірінші қазанға салатын боламыз. Келесі болгар бұрышы қызыл мен жасыл түсін алып, оны да екінші сорпаға саламыз. Картопты ашып, жуып, 4-ке бөліп сорпаға саламыз. Көкөністер салып болғаннан кейін 15 минуттан соң шөптерді саламыз. Міндетті түрде бұрыш пен тұзды салуды ұмытпаңыз. 20-25 минутта осылай майлары бетіне шығып сарғаяды. Артынан вермишель саламыз. Тойымды болу үшін әрине оны қоспасаңыз да болады. Мінекей біздің өте пайдалы коллагенді бетіңізді ағартатын сорпа дайын. Мен күнде каналыма рецепт шығарамын. Мені жоғалтпау үшін тіркеліп алыңыз.